Сәлем, Liberal Lures арнасына қош келдіңіз. Бүгінгі шығарылымда мен сіздерге біздің жаңа моделіміз Black Slug Tail 8,2 дюйм, 210 мм көрсеткім келеді. Қазіргі уақытта бұл бір ғана өлшемде шығарылады. Бұл Vertical Pelagic Series сериясындағы кезекті тағы бір жем. Сондықтан сіздерді ең жаңа шығарылымды көруге шақырамын. Black Slug Tail бұл так называемая вертикалды әдіспен балық аулауға арналған арнайы жем. Сондай-ақ бұл жем лақтыру арқылы балық аулауда да өте жақсы нәтиже көрсетеді. Оны пробурочка, кәдімгі стандартты джиг бас немесе қосымша ілгегі бар вольфрам басымен қаруландыруға болады. Сондай-ақ қаруландырудың көптеген түрлі тәсілдері бар. Оларды біздің Liberal.com сайтынан да таба аласыздар. Бұлай бір ғана өлшемде шығарылады. Бұны мен бұған дейін де айтқанмын. Бұл жемнің салмағы 30 грамм, ұзындығы 8,2 дюйм, яғни 210 мм. Қаптамада бір дана. Түстері 12, яғни Vertical сериясының барлық түріндегідей. Әр модельге қазір 12 түстен бар. Біз бұл түстерді кеңейтеміз, көбейтеміз, бірақ ол келесі маусымға жоспарланған. Сондықтан қазіргі уақытта Black'тың 12 түсі бар. Бұл түстерді өзім үшін арнайы жобаладым. Менің ойымша бұл тексерілген әрі тиімді түсті. Бәлкім барлық соларда емес шығар, бірақ әркім өзіне лайықтысын табады деп ойлаймын. Брейк, жем туралы қысқаша айта кетейін. Бұл жем балық қабыршағын дәл бейнелейді. Біз бұл жерде жемнің ең ұсақ бөлшектерін көрсетуге тырыстық. Бұл Pintail бар кәдімгі уклея пішіні, яғни эллипс тәрізді құйрығы бар. Ол біздің қармақ ұшымен жұмыс істегенде қозғалысты тамаша жеткізеді. Өздеріңіз де аквариумда байқап көріңіздер. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мұнда бірнеше жем қармаққа дайындалған. Бірінші нұсқадағы жем әзірге ілмексіз, бірақ біз сіздерге интернетте қолжетімді бастардың салмағын қалай таңдауға болатынын көрсеткіміз келді. Яғни, жемнің басын кесіп алып, оны денесіне сәйкестендіру арқылы. Мұнда бізде дүкеннен алынған бастар да бар. Олар қос бұраушқа, бір бұраушқа арналған бекіткіштермен таңдалған, ал ілмек бөлек тағылады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде қазіргі кезде фонар деп аталатын тәсілге арналған вольфрам басы бар. Сондай-ақ бұл бастарды суда жүзетін судақтарды лақтыру арқылы аулауға да қолданады. Сондықтан мұнда лақтырғанда қарулау тәсілдерінің әр түрлі түрлерін қолданамыз. Мен өзім 5, 7 және 10 граммдық бастарды, бұрауыштарды немесе мына жерде көріп тұрғандарыңыздай вольфрам бастарын қолданамын және қосымша ретінде джиг басының орнына ілмекпен қаруландырамын. Сондай-ақ джиг басымен де қаруландыруға болады. Мен вольфрамнан жасалған джиг бастарын қолданамын. Сондай-ақ оны нәзік етіп қаруландыруға болады. Бірақ менің ойымша, су қабатында аулағанда бос шабуылдар кезінде ілмек әлдеқайда тиімді. Сондықтан мен баспен емес, ілмекпен аулауды көбірек ұсынар едім. Енді мен сіздерге осындай сылакты негізгі бұрандалы қорғасын басына және ілмекпен, сондай-ақ айналмалы қосқышы бар балық басына, тағы да ілмекпен қалай қаруландыруды көрсетемін. Қалған арматураларды мен айтқандай біздің сайтымыздан таба аласыздар. Онда осы және басқа да жем түрлеріне арналған толық сипаттама бар. Онда сіз ілмектердің өлшемдерін, жүктеменің көлемін, оның салмағын және дәл біздің жемдерімізбен аулауға арналған құрал жабдықтарды таба аласыздар.
Енді мен сіздерге сулукты ең қарапайым тәсілмен қалай қаруландыруға болатынын көрсетемін. Яғни бізде вертлюк, 2 қосқыш сақина, стандартты үштаған ілмек, тіпті бекітілмеген, жай ғана стандартты және балық басы пішіндегі қорғасыннан жасалған бұралатын джиг бас бар. Плюс қайшы. Осының бәрі дұрыс қаруландыру үшін бізге керегі осы ғана. Алдымен біз жемді аламыз. Ұзындығын өлшейміз. Менде мұнда өлшенген. Осы жерден кесіп тастау жеткілікті. Қайшыны алып кесеміз. Ұзынырақ қайшымен кескен дұрыс. Бұрап орнатамыз. Джиг басты аздап кіргізіп, бұрап орнатамыз. Сосын жемімізді басына дұрыс сәйкестендірдік пе, соны тексереміз. Келесіде біз үштаған ілгекті аламыз. Мен қосқыш сақинаны кішкентай қысқышпен қыстырып орнатамын. Сақиналарды орнатуға арналған арнайы құралдарды қолданбаймын. Неліктен екенін білмеймін, бірақ мен осылай үйреніп кеттім. Енді бұлай, бұл үштаған ілгекті мына кішкентай бұрандалы ілмекке қыстырып, оны денеге бекіте аламыз. Сонда 2 ұшы сыртқа шығып тұрады, ал негізгі бір ұшы қалады. Немесе көпшілігі сияқты күшпен тығып, бүкіл үштағанды жасырып қояды. Ол қатты ұсталып, жақсы үйлесіп тұрады. Оны істемеңізде. Біздің жемшөктен секіру үшін ілгекті жеңіл бекітіңіз. Яғни аздап қысып қоямыз. Үштағанның орналасуы маңызды емес. Мен жеке өзім ондай нәрселерге мән беремін, бірақ бұл енді артықтау. Сондай-ақ қазір сіздерге осы жерге арнайы бұрандаларды қалай бұрау керектігін көрсетемін. Солар арқылы үштаған ілгекті бекітемін. Сондай-ақ бұрандаларда арнайы магниттер бар. Кейін соларға үштағанды жақындатамыз да, ол өз орнында тұрады. Міне, бұл біздің арқасына арналған бұрандаларымыз, олар үштағанның орнын белгілеуге арналған. Енді сіздерге мұны қалай жасау керектігін көрсетемін. Үштағанның негізгі иіні қай жерден шығып тұрғанын өлшейміз. Саусақпен белгілейміз. Содан кейін тіреуді қағып, бұрап орнатамыз. Үштаған бұл жерден өте оңай әрі тез алынады. Сондықтан қажет болса түзетіп, тіреуді бұрап қойған боламыз. Үштағанның иінін қоямыз. Сонда үштаған әдемі түрде денеге дәл келеді және барлық үш ұшы ашық болады. Қараңыздар. Екінші нұсқада да балықтың басы дәл келтірілген, кесілген. Мұнда бізде түсі де үйлескен. Мұнда да бізде үштаған дайын пиндермен бірге, яғни ештеңе бұраудың қажеті жоқ. Дайын пиндер бар, және сол кезде осы үш бізге мүмкіндік беруі керек. Бекітеміз. Және біз үштағанды пиндерге, яғни так называемая тіреушсіз ақ жайлап бекітеміз. Сондай-ақ бізде үш үңгір бар. Келесі тәсілде дәл осындай. Бұл жолы басы бұралатын қорғасынан жасалған. Бұл жағдайда біз балықтың басын кесіп тастамаймыз, тек серіппені бұраймыз. Ля, біздің жемнің аузы. Мұнда бізде Мәкәрінің қорғасын басы бар. Мәкәрі жігіттеріне сәлем жолдаймын. Өте жақсы бренд қайшы, вас сияқты сапалы заттар жасайды. Мұнда көріп тұрған барлық критиктер де Мәкәріден.
Сондықтан жігіттерге тағы да сәлем. Мұнда бізде қарапайым бас бар. Біріктіргіш сақина мен ілмекпен бірге. Енді сол әрекетті қайталаймыз. Жүйемізді басқа қосамыз. Енді жемді қаруландырамыз. Бұл силикондарды астыңғы жағынан да қаруландыруға болады. Егер судақтар көтерілмей, өте жақын жерде қоректенсе, және біз жемді тым биік көтермесек, яғни жемді түбіне жақын көрсетеміз, сәл ғана қозғалтамыз, судақтар астынан жүзіп келеді, көбінесе силиконды қағып, солай аталатын бос шабуылдар жасайды. Сол кезде жемді астыңғы ілмекке іліп ауыстырған дұрыс. Бірақ мұны негізінен таяз суда, немесе жоғарыда айтқанымдай, судақтар түбіне қатты жабысып тұрған кезде жасаймыз. Лақтыру арқылы аулау туралы айтатын болсақ, біздің жемді ғана емес, кез келген түрлі жемдерді қаруландыруға болады. Бірақ біз сіздерге қысқа ілгекті көрсеткіміз келеді. Міне, менде дәл қазір 4-нөлдік өлшемдегі ілгек бар. Бұл сәл қысқа болуы мүмкін. 5-нөлдік ілгек жақсырақ болар еді, бірақ бұл жемге дәл осы жерде жарайды. Содан кейін қармақ жібін және 6-8 өлшемдегі кішкентай ұштаған ілгекті қосу керек. Мұнда осы жерде бірден қармақ жібін болаттан немесе қалың сазанға арналған өрілген жіптен жасап байлап қояды. Айтқанымдай, бұл оңайлықпен, яғни шортанның тістері оны қиып жібермес үшін жасалады. Сондықтан менің ойымша Блейк туралы айтатындарым осы ғана. Тек айтпағаным, атауынан көрініп тұрғандай, Блейк бұл Оуклия, ол тек судаққа ғана емес, сонымен қатар шортанға да ұнайды. Жеке өзім жақында ұлыммен бірге балық аулауға шыққанда, тіпті 160 сантиметрлік жайында ұстадым. Сондықтан менің ойымша, мұндай Оуклияны кез келген жыртқыш балық қуана жейді. Ал келесі шығарылымда шортанға арналған нәрсе болады. Бұл жобамен жұмыс істеу бізге ұйқы бермеді, бірақ енді сіздерге көрсете аламын. Бұл да қазірдің өзінде тексерілген. Бірнеше адам бұнымен балық аулап жүр. Мен сіздерге осылай көрсетемін. Бұл биыл көрсететін 4 модельдің үшіншісі, және бұл Frog Tag Poitail ұзындығы 210 мм, яғни 8,2 дюйм. Ойлаймын, бұл бақа да сіздерге ұнайды. Бұл бақа туралы келесі шығарылымда сөйлесеміз. Соған сіздерді шын жүректен шақырамын. Үміттенемін, сіздерді жалықтырмадым. Келесі кездескенше сау болыңыздар.